Сәлеметсіңдер ме? Қалдарың қалай? Бүгін 4-ші сыныптың 113-ші сабағын өтетін боламыз. Ал мен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгінгі тақырып қарсы мәнді сын есімдер. 44-ші жаттығу мәтінді оқы. Марс неге қызыл ғаламшар деп аталған? Бұрын адамдар жердегі сияқты Марста тіршілік бар деп болжаған, алайда ғарыш зондтары одан ешқандай тіршілік іздерін таппады. Марс қызыл ғаламшар деп те аталады. Оны тастақ бетін қызыл түсті тозан жауып тұрады. Ал жел тұрған кезде сол тозан көтеріледі де қызыл бұлтқа айналады. Марстағы жартастардың құрамында темір көп. Сол темір тотыққан кезде қызыл күрең түске енеді. Шындығында Марсты қызыл дегеннен гөрі қызыл күрең деген дұрыс. Мәтіннің мазмұны тақырыпқа сай келе ме? Өз ойыңды дәлелде. Марс неге қызыл ғаламшар деп аталған? Бұл бізде тақырып, ал оның мәтініндегі нәрсе не жайлы айтылып тұр? Яғни бізде мәтіннің мазмұны тақырыпқа сай келіп тұр. Себебі мәтінде Марс ғаламшарының неге қызыл ғаламшар деп аталуын түсіндіріп, себебін көрсетіп тұр. Келесі жаттығу. Оқы, төменнен түсіп қалған сөздерді тауып, орнына қойып жаз. Байқоңыр мекені, қазақ жері, қай жер саған жетеді? Байқоңыр. Астында көмекші сөздер ғажап, Байқоңыр, ғарышкерлер және жерім деген сөз берілген. Енді өлеңді дұрыстап көшіріп жазайық. Ғарышкерлер мекені, қазақ жері, Байқоңыр. Қай жер саған жетеді? Ғажап жерім, Байқоңыр. Өлең жолдары осындай сөздермен орнына қойылып жұптасады екен. Келесі жаттығу. Көп нүктенің орнына қарамен жазылған сөздерге қарсы мәнді сөздерді қойып жаз. Жақсы көмек етеді, күліп кетеді. Ақылды мақтанса, істі тындырар, мақтанса, аяғын сындырар. Қарсы мәнді сын есімдерді тауып астын сыз. Бұл жердегі қарамен жазылған сөздер жақсы және ақылды сөздері. Көп нүктенің орнына қарама-қарсы мәнді сөздер қойғанда жақсы көмек етеді, жаман күліп кетеді. Ақылды мақтанса, істі тындырар, ақымақ мақтанса, аяғын сындырар. Бұл жердегі жақсы, жаман, ақылды, ақымақ, қарсы мәнді сын есімдер. Келесі жаттығу. Берілген сын есімдерді жұптастырып жаз. Қандай белгілеріне қарай жұптастырдың? Қарсы мәнді сын есім не үшін қажет? Яғни бұл жерде қалай жұптастырамыз? Бұл жерде мәндеріне қарама-қарсы болмаса жақын мағыналы сөздерді бір-біріне қосамыз. Сонда бізде аласа, биік, қымбат, арзан, қою, сұйық, қараңғы, жарық, алыс, жақын, жұқа, қалың, жуан, жіңішке болып жұптасады. Яғни біз мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сын есімдерді жұптастырдық. Ал қарсы мәнді сын есімдер заттарды салыстыру үшін, айырмашылығын білу үшін қажет болады екен. Келесі жаттығу бізде жаңылтпашты жатқа айт. Ғаламат ғажап, ғасырда ғарыштадық ғаламға. Үйде осы жаңылтпашты жаттап аламыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп-көп рахмет. Канал ұнаса тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Сабақта 5-тік алуларыңа тілектеспін. Сау болыңдар.